Жаныңызда тек ұлы мақсаттарға жетелейтін адамдар болсын. Бүгін өзгелері жасай алмайтынды жасаңыз. Сонда ертең өзгелері жете алмаған табысқа жетесіз. Жаныңда жүрген кезде өзіңізді барынша еркін ұстай алатын адамды жолықтырсаңыз, оны ауадай бағалаңыз. Сізге пойызыңыз кетіп қалды десе, ұшақтар мен кемелердің барын ұмытпаңыз. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Еш уақытта ақталмаңыз. Мейлі сүйген адамыңыз болсын, ақталмаңыз. Сізді жақсы көрмейтін адам қаралау үшін көп нәрсені ойлап табады. Сіз туралы өсек сөз тараған болса, қуаныңыз. Өйткені сіз тұлғасыз. Жаманды ешкімде аузына алмайды. Тек жақсыларға ғана көре алмаушылық танытып, сыртынан өсектейді. Әйелді бақытты қыла алмайсыз ба? Онда өзге біреуге кедергі жасамаңыз. Мықты адамдар ғана кешіре алады. Әлсіздер мәңгілікке кек сақтап өтеді. Әйел заты мықты, батыл да батыр. Айтқан сөзінен қайтпайтын ерлерді ұнататындықтан соңына дейін күресіңіз. Олар бір жанжалға бұла кетіп қалатындарды ұната бермейді. Еш уақытта ақымақтармен ұрыспаңыз. Ұрысып, олардың дәрежесіне түскен кезіңізде, бұл істің нағыз маманы екендіктерін пайдаланып кетеді. Жақындасу қиын, ал айырылысудың тым оңай екенін есіңізде мәңгілік сақтаңыз. Ішімдіксіз қуанып, есірткісіз армандап, интернетсіз қарым-қатынаста болып, шылымсыз мазасызданып үйреніңіз. Қалауыңызға сәйкес іспен айналысу арқылы өмір бойы демалып өтесіз. Бұл өмірде адамдарға көп сенім артпаңыз. Көлеңкеңіздің өзі қараңғы сәттерде жоқ болып кетеді. Дұрыс жауапты қателесу арқылы тапқаныңызға еш өкінбеңіз. Өзіңізде болмаған затқа қол жеткізгіңіз келсе, бұрын соңды айналыспаған іспен айналысуыңызға тура келеді. Жеңілген кезде жай ғана жымиыңыз. Осы сәтте жеңімпаз жеңістің дәмін сезіне алмай қалады. Сізде міндетті түрде арман болуы тиіс. Міндетті түрде. Бұл сізге таңертең тұруға көмектеседі. Өзіңіз еш нәрсені түсінбей кеткен болсаңыз, бірден ұйықтап алыңыз. Тұрған жеріңіз өзіңізге ұнамаса, ауыстырыңыз. Сіз ағаш емессіз ғой. Ешкімге тәуелді болмаңыз. Көңіліңізді ешкімде қалдыра алмайды. Бай болсаңыз, ол туралы ойламаңыз, ал кедейлігіңізді мүлдем көңілге алмаңыз. Өмір қойылым секілді. Еш уақытта адамдарға өз қиындықтарыңызды айтпаңыз. 80%-ін сіздің қиындықтарыңыз қызықтырмайды, ал қалған 20%-ына олар мүлдем қызық емес. Өзіңіз қалаған іспен айналысыңыз, ал жұрттың сіз туралы пікірі өмір бойы тоқтаусыз айтылады.